Буккроссинг – ағылшын тілінен аударғанда кітап алмасу, халықаралық қоғамдық қозғалыс. Оның миссиясы том-том кітаптарды бостандыққа шығару және кітап оқу идеясын насихаттау. Буккроссинг – бұл кітап сатып алудың баламаларының бірі. Бұл қозғалыс қызметі былайша іске асады. Кітапты оқыған адам оны қоғамдық орынға, кафе, кітапхана немесе метро бекетіне қалдырады. Сонда оны кез келген адам өзіне алады. Кітапты алған адам кейіннен үрдісті қайта бастайды. Кітап білім бұлағы. Кітап білімнің қайнар көзі. Онсыз, яғни кітапсыз өмір сүру 21 ғасырда мүмкін емес екендігі мәлім. Кітап қана дәл мәнді білім береді. Себебі ол адамды терең ойлауға жетелейді. Әр адам кітаптың бетін ашқан сайын оның әлемін, тылсым табиғатын, жаңа құндылықтарды үйренеді. Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол деп текке айтылмаған. Кімде де болса білімділікке, сәл-пәл болса да құштарлығын дамытуға көмектеседі. Кітап оқыған адамның шетте қалмасы анық. Саламатсыз ба? Қасым Аманжоловтың кітабын мен де оқыдым. Енді сізге оқуға ұсынамын. Білімнің қайнар бұлағы кітап. Сондықтан да мұны адамзаттың баға жетпес құндылығы деп білеміз. Кітап қана дәл мәнді білім береді. Себебі ол адамды терең ойға жетелейді. Француз философы және жазушысы Дени Дидро адамдар кітап оқуын қойса, ойлауын да қояды деген. Мұны ғалымдардың зерттеулері дәлелдейді. Олардың зерттеулер бойынша кітап оқитындар қоғам өміріне белсене қатысады екен. Олар мәдениет мекемелері, мұражайларға, театрларға, концерт залдарына, басқаларға қарағанда жиі барады. Спорттық шараларға да көбірек қатысады. Олардың тағы да бір ерекше қасиеті рақымшылық танытуды да алдыға қатардан көрінеді. Міне кітаптың құндылығы осында, яғни оның тәрбиелік мәнінде. Буккроссинг – бұл қарапайым кітап алмасы сияқты емес. Кітапты досыңызға немесе танысыңызға берсеңіз, ол сізге оралады деп күтесіз. Ал бұл үрдіс кезінде сіз кітапты мәңгілікке, бостандыққа жіберуге мүмкіндік бересіз.